28 қаңтар күні салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде қысқы президенттік тест сынағы өтті. Білім ордасының профессорлық оқытушылық құрамы мен білімгерлер шаңғы тебуден сынақ тапсырды. Жыл сайын дәстүрлі түрде өткізілетін шараға 7 факультеттен 150-ге жуық адам қатысты. 7 факультеттен командалар қатысылады. Еңбектеген баладан еңкейген шалға дейін, яғни 70 жастағы ақсақал апаларымыз да, ағзалықты аналарымыз да бар. Және 18-ге толып, биылғы студенттік өмірге жаңа бастаған студенттеріміз де қатысып отыр. Яғни бұл турнир жыл сайынғы дәстүрге айналған, жылма-жыл әртүрлі деңгейде марапаттауларға ие болады. 7 топқа бөлінген, категориясына жас шамасына қарап, және 100 метр қашықта, 200 метр қашықта, 300 метр қашықта әрқайсының деңгейі әртүрлі. Президенттік сынамалар бұл бақылаулы нормативтер арқылы халықтың оқуға, еңбек қызметіне, дене тәрбиесі икемділігін және жастардың әскери қызметіне даярлығының жалпы деңгейін айқындайтын жаттығулардың жиынтығы. Салауатты өмір салтын насихаттау, халықты дене мәдениеті және спортпен жүйелі түрде айналысуға тарту, өз денсаулығын күту мақсатын көздейді. Президенттік сынамалар күштілікті, шыдамдылықты, шапшаңдық пен ептілікті талап етеді. Қысқа ойынға қатысып жатырмын, бұл президенттік мел деп атайды. Бұны біз мына салауатты өмір сүруге, денсаулықты жаңағы сақтап, студенттерімізге үлгі-өнеге көрсету үшін осыған бізде қатысып жатырмыз. Бүгінгі жарыс өте ұйымдастырылды түрде өтіп жатыр. Соған үлкен жасқа келгеніне қарамастан біз соған атсалысып, мына салауатты өмірге сүру үшін студенттерге өзімізді көрсете біліп, соларды сондай өмір сүруге шақырамыз. Сол үшін біз осы жарысқа қатысып жүрміз. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздар марапатталды. 6 қатысушы облыстық байқауға жолдама алды. Самал Ашырбекова, Камшат Мұхамеджан, Біржан Дүйсен, оқу телестудиясы.